Сәлем қыздар, бүгін маковый пирог дайындаймыз. Басқа да керемет рецепттерді жіберіп алмаш үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Оның 300 грамм болса, соның 50 грамм ғана қосасыздар да дәл осылай бір араластырып жібересіздер. Сосын үстіне 82,5% закрома сармайын қолданасыз. Кез келген сармай қолданасыз, бірақ 82,5 болу керек. Ең жақсы май негізі закрома. Дәл осылай түркітін өткізіп араластырып, крошка жасап, үстіне макты салып, тағы бір араластырып жібересіздер. Сосын үстіне разрыхлитель саласыздар. Осы кезде разрыхлитель салып болып та кішкене араластырып, жұмыртқаны ағын бір бөлек алып қоясыздар да сарысын қосасыздар. Ақ бөлігін меренгасын дайындаймыз. Қазір видеоның соңына дейін қарасаңыздар түсінесіздер. Дәл осылай көрсеткендей жұмыртқаның бір-біреулеп отырып, жақсылап араластырып алыңыз. Бәрін бірден қосып жерсеңіз болмайды. Дәл осылай барлық жұмыртқаны салып, біркелкі масса шығарғаннан кейін үстіне ұнды салып отырып, қамыр елестер. Қамырды ұнды азыздан салыңыздар, грамм описаниеде тұр. Сосын дайын болған қамырды пищевоймен орап холодильникке 2 сағатқа қоясыз. Оған дейін меренга дайындаймыз. Жаңағы жұмыртқаның ағын және де шекерді салып, жақсылап миксерлеп, үстіне крахмалды саласыздар да плотный жаңағы меренга дайындайсыздар. Құлап түспеу керек. Былай дәл осылай көтерілгенде бірінші алғанды кішкене сұйықтау болды, кейін қойылады. Енді пергаментке міндетті түрде пергамент төсеңіздер астына. Дәл осылай қамырды көрсетілгенде жаясыздар. Кішкене жабысса, қайтадан артқа қайтсаңыздар жайына келеді. Өз қамырды жаю өте оңай қыздар, қорықпаңыздар. Және де бір істегеннен керемет шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қамырды жұқа етіп салыңыздар міндетті түрде. Сосын үстіне дәл осылай меренганы төсейсіздер де, кішкене мен сияқты оформление жасап жеріңіздер, меренганы жиналған кезде әдемі көріну үшін. Енді дәл осыны 220 градуста жарты сағат 40 минут көлемінде пісіріп алдым. Дәл осылай меренге дайын. Суығаннан кейін пергаментінен бөліп шығарасыздар да дәл орта белінен 2-ге бөлесіздер пирогты. Міне көріп тұрғаныңыздай, енді арасына жасалатын кремді творожный сыр мен маскарпонені жақсылап қаймақ сияқты болғанша араластырасыздар. Миксермен жай скороспен жасаңыздар, бірақ қатты скороспен болмайды. Енді сливкиді жақсылап жай скороспен миксерлеп бастайсыздар. Сосын үстіне сахарный пудраны саласыздар да тағы да миксерлеп, оның үстіне творожный сырды салып, жай скороспен миксерлейсіздер. Сливкиді қолданған кезде ешқашанда қатты скороспен бастауға болмайды қыздар. Міндетті түрде жай скороспен жасаңыздар. Дәл осылай крем дайын, керемет дәмді крем, яғни торт десең де болады. Қазіргі вупи пай красный торттардың кремі дәл осы. Енді осындай пищевой жаңағы кондитерский мешокқа салсаңыздар да болады, немесе қасықпен жаға берсеңіздер болады. Мен өзіме удобно болу үшін осындай кондитерский мешокқа салдым. Енді дәл осылай бір бөлігіне кремді жағып шықтым. Кремді жағып шыққан кезде де дәл осы креммен негізі көптеген басқа да заттар дайындауға, яғни красный бархат дедім, және де осындай капкейктер жасайсыздар. Дәл мен капкейктің рецептін салам, және де осындай белгілеп қоямын. Өте оңай қоспасы. Дәл осы кремді қолдансаңыздар да сіздің мерекелік дастарханыңызға 2 тәтті бірден дайын болады. Міне жинастырдым. Осындай керемет пирог дайын. Менің арнама жазылып, мені жоғалтып алмаш үшін лайк басып, колокольчик басып етеді ұмытпаңыздар қыздар. Мен сіздерге бұдан да басқа тегін мастер-класстар, яғни жаңа шыққан видео рецепттерді ұсынатын боламын. Және де қандай тағамның рецепті керек, комментарийге жазып кетіңіз.